Адам бойына алғаш еніп, өзінің қауіп төндіретіне сендірген ол 17, 12, 19. Жоқ, бұл ешқандай сан емес. Дәл осы күні ауада пайда болып, күллі әлемге қатер төндіре білген COVID-19 дерті. Сан түрлі сергелдең, алуан түрлі алапат, жыр болған COVID-19. Көріпкелдер сөйлесін. Атын атасаң, бәлеге қаласың, өздері айтса, таң қаласың. Ие, бір жылдан аса сөз болып келе жатқан, атынан ат үркейтін вирус туралы. Өтірік шыны аралас ақпарлар ел ішін шарлап кетті. Естіп, жағаңды ұстайсың, құдды бір вирус туысқандары секілді. Мен бүгін келемін, ертең кетемін деп, жай ғана сол кісілердің құлағына сыбырлағандай сөзімізге мысал болсын. По прогнозу где-то с 11-16 у нас должен быть все же наконец-то появиться коронавирус в стране. Но это прогноз. Это прогноз. Вероятный пик регистрации случаев возможен уже в конце марта этого года. По оптимистичному сценарию ожидается регистрация до 3000 случаев в сутки. Максимальная занятость коечного фонда может достичь 24 тысячи коек. Бәрімізді ақмақ қылып бітті ғой, бәрі көріп келекен ғой. Қарап отырсам, жұрттың бәрі біліп қояды, қашан бітетін, қашан келетін, қанша адам ауыратын. Короче, сөзім жоқ. Сегодня с 23 и до 5 утра вертолеты будут распылять лекарства для дезинфекции. Окна и балконы должны быть закрыты. И на улице после 23 находиться нельзя, сообщили из военной части. Олар білмейді екен да. Біздікілерден сұрасаңдарш, айы күні сағатына дейін айтып береді. Бірі далаға шық десе, бірі шықпа дейді. Бірі маска ки десе, бірі киме дейді. Қазақстандық танымал көріпкелдер тамыз айының аяғында аяқталады деп сендірген еді. Жарайды, қазіргі қазақстандықтар біз қандай аймақтамыз деп жанталасуда. Бірде жасыл, бірде сары, бірде қызыл. Яғни, дәл солай, құдды бір бағдаршам секілді. Ялғаны нұсқайды Қызыл жасыл дүние Бағдаршамға ұқсайды. Қанша жерден батырмын десең де, дәл осы қажеттіліктерді ешқашан жадымыздан шығармауымыз керек. Сақтықта қорлық жоқ. Қамшы сілтейді.